Ерсін өз туған күнін атап өтпекші. Кәдімгідей дайындалып азын-аулақ тәттісін сатып алып дастархан жайды. Достарымен қоса бір-екі көршісін шақырмақ. Арасында Таня да бар. Осылайша Сабалақ саяжайындағы көңілді кеш көп ұзамай басталып кетті. Туған күндегі қонақтар шуы алыс көршілерге де жетті. Құдды 90-шы жылдардағы ауыл кеші секілді. Мұнда қай үйден көтеріңкі көңіл күйдің дыбысы естілсе, шақырусыз қонақтар да жиыла қалатын. Сәкен де айтпай келіп қалды. Келді де ішімдікке кірісті. Әдегеннен Танямен әңгімесі жарасқан ол кешті өз үйінде жалғастырмақ болып қызды шулы ортадан қолтықтай шыққан. Арада 4 күн өтті. Туған күннің қызығы басылып, күнделікті күйбең тірлік қайта басталған. Ерсұлтан баяғыша ауыз су алып келуге қамданды. Өйткені мұндағы тұрғындар суды тасып ішетін, кейде құдығы бар үйлерге өтініш жасап, апталық суды жинап алатын. Бүгін де сол жұмысына кірісті. Сағат тілі 5-тер шамасында. Түскі ұйқысынан оянып, екі көзін тырна башқан ол, шелегін алып көрші Сәкен ағайдың үйіне келді. Даладағы құдықтан енді су ала берген ол, қазылғанына көп болмаған, топырағы әлі кеппеген жерді байқап қалды. Төмпешікке наузар ауғанын сол, қопыған жерді қазғаны сол екен, астынан адамның аяғы шолтаң етіп шыға келді. Арада көп уақыт өтпей мәйіт табылған үйде полицейлер қаптап кетті. Сарапшылар қыздың қалай өлтірілгенін анықтауға кірісті. Қылмыскер кім? Жан-жүректі езетін сұмдық қылмысты Қызылорда қалалық полициясы тергеу бөлімінің бастығы Марат Алиев өз бақылауына алған. Тыныш жатқан елді дүрбелеңге түсірген қылмыскерді тезірек таппаса полицияға сын. Бірінші боп күдікке мәйіт табылған. Үйдің егесі Сәкен ілінген. Әзірше ол 2 ай тергеу изоляторында болады. Бірақ қызға қатысы жоқтығын айтқан Сәкен күдікті өзінен алыстатып әуре. Тіпті ол бірнеше күннен бері үйде қонбағанын айтты. Дегенмен куәгер ішінде Таняның соңғы рет Сәкенмен көргендер баршылық. Бәрі айдан анық. Қылмыскер Сәкен. Алайда оның соңғы берген жауабы Марат Нұрлан нұрын ойландырып тастады. Өйткені Сәкен үйінен қаладан нағашы інісі Тыныштықтың жиі келетінін, Ерсіннің туған күні болғанда соның да қонуға келгенін айтқан болатын. Күнделікті сан түрлі оқиғалармен кездесетін Марат Алиев бұл жолы да қылмыстың шытырман оқиғалы екеніне шүбә келтірмеді. Сөйтті де қарамағындағы қызметкерлер арқылы Тыныштықты іздестірген. Тыныштық тергеуге алынғанымен қылмысты мойындаған жоқ. Мен ол қызды мүлдем танымаймын, көрген де емеспін. Алайда сен Сәкеннің үйіне барып қонғаныңды жоққа шығармайтын шығарсың. Рас қондым, бірақ адам өлтірмедім. Онда сол үйдегі өзіңнің киімдеріңе жұққан қанды қалай түсіндіресің? Біле білсең, сот сараптама орталығы оның қайтыс болған Таняның қан екенін анықтап отыр. Үн жоқ. Шынында да үйге зерттеу жұмыстары жүргізілген кезде Тыныштықтың киімдері табылған болатын. Бірақ жігіт киімдегі қан ізінің қайдан жұққанын түсіндіре алмай әлек. Осыдан ақ оның қанды қылмысқа қатысы бар байқалатындай. Бұдан әрі тергеудің қажеті де шамалы. Әрі адам өлтірген күннің ағасының үйіне қонған ол ертеңіне түске таман қайтып кеткен. Сәйкестікті қарамайсыз ба? Дәл сол күні 17:00 шамасында Ерсұлтан да мәйітті тауып алған жоқ па? Рет-ретімен келіп тұр. Қызды айуандықпен өлтірген ол есік алдына көмген де ғайып болған. Әрі өзінің үйі емес ағасының мекенжайы болғандықтан күдікті соған түсетінін сезген. Бірақ бір қателік жіберіпті. Киімін ол үйге ауыстырмау керек еді. Тыныштықтың шырылдағанын көрген сайын тергеушінің де күдігі қоюлана бастады. Былай қарасаң, мұндағы жалғыз айғақ киімдегі қандағы. Ал ол дақты кісіге жала жабу үшін әдейі жақсаще. Қылмыстан жалтару үшін мұндай құйтырлыққа баратында жоқ емес. Ендеше істі әлі де тексере түсу керек. Осы сәтте қарауындағы із кезушінің бірі жәбірленушінің телефон табылғанын жеткізді. Шындығында полиция қызметкерлеріне Таняның телефонын табу көп қиындық тудырмады. Телефонды жақында ғана Титов қасындағы бір азаматтың сатып алғаны белгілі болды. Алайда қалалық полицияға тез арада жеткізілген ер кісі Тыныштықты танымады. Оның сипаттауынша телефон сатып алған мүлдем бөлек. Осыдан кейін дереу Сәкенді алдырған тергеуші куәгерді сынап көрмек болған. Тергеу бөлмесінде отырған Сәкенді сыртынан көрсеткенде куәгер сатушыны жазбай таныды. Осылайша әнеміне нүкте қойылады деп отырған іс қайтадан басқаша сипат алды. Куәгермен бетпе-бет кездескенде ғана шегінерге жер қалмағанын түсінген Сәкен ағынан жарылды. Сол түні Таняны қолтықтап үйіне жеткен ол жас қыздың өзін қорсына сөйлегеннен намыстанған. Ішімдікке масайған Таня оны байқар емес.
Қайта өзіне 10 шақты жас үлкен жігітті балаша балағаттап тепсініп қоймайды. Миын арақтың оты торлаған Сәкеннің сөз көтере алмағаны белгілі. Іштей тістенген ол аузына сөз түспей қарбанып қару іздеген. Қолын әлінгені балға болды. Жанындағы серігінің үндемегенін жеңісімде бұққан Таня ауаға көтерілген балғаны көргенде ғана өзінің қателескенін ұқты. Бірақ ойлануға да, кешірім сұрауға да бәрі кешеді. Арақ ақылын алған жігіт есін жиғанда қансыраған қыз жанында тілсіз жатыр екен. Ертеңін ойлаған ол бірден айғақтарды жоюға кірісті. Қыздың денесін құдықтың жанына апарып көмген ол қан жұққан киімін де өртеп жіберген. Бірақ қабырғаға ілінген тыныштықтың киіміне мән бермепті. Көше шамдарының сәулесі мен бағдаршамының қызылды-жасылды жарығы тас жолдың бетіндегі суға шағылысып, жол үстінде түрлі-түрлі жолақтар дірілдейді. Арагідік зу етіп өте шыққан машиналар шалшық суды шашыратып, жылтылдаған суды сапырылыстырып кетеді. Жолдың арғы беті қаз-қатар тізілген электр шамдары, онан әрі төбесі шатырлы жазғы сырахана. Жолдың жиегінде бір қыз тұрған. Ол тас жолға түскен бейнесінен күлгенді. Кенет тарс ете қалған дыбыс пен жан шырған айғай қабаттасып шықты. Жол үстіндегі жылтыраған түстің бәрі демін ішіне тартып түнере қалды. Бас сүйегі езілген қыздың маңына адамдар шоғырлана бастаған. Ал кідірместен өте шыққан автобусқа зер салған ешкім жоқ. Жұмысқа көбіне көп кешігіп келетін әдетім. Күндегі уақыттан сәл кеш келсем де, кабинетте ешкім жоқ екен. Компьютердің түймесін бастым да, екінші телефонымды ашсам, қабылданбаған қоңыраулар мен хатқа толып қалыпты. Осы кезде тыстан тергеуші Хасен кіріп келді. Жүрісі суыт. Сырт киімін ілді де қайтадан есікті жартылай ашып, аты жөндерін тіркеп, бір-бірден енгізе беріңіз деді. Сосын маған бұрылып, кеше қаланың шеткі ауданында бір қызды автобус қаққан, әлде қыз автобусты қаққан деді қисық сөйлейтін әдетімен. Оқиға болған жерден 4 куәгер таптық. Мен үнсіз куәгерлердің сөзін теруге дайындалдым. Үстіне ұзындау қара плащ, басында картуз киген селеу шыққан сал мұртты біреу кірді. 2 ақ сұрақ қоямын, көп уақытыңызды алмаймын. Өз көргеніңізді нақты әрі анық айтуыңызды өтінемін деді тергеуші. Жеңіс күнінің құрметіне де аздап тойлатып, «Я, айтпақшы мерекеңізбен» деп бастады бірінші куәгер шықалақтап. Уақыт шамамен 11 боп қалған кез. Сыраханада 1-2 үстелден әрірек бір әйел кеш бойы жалғыз сыра ішіп отырды. Құлағында құлаққабы бар. Ешкімде шаруасы жоқ, планшетіне үңіліп отырды да қойды. Мас болғаны белгісіз, жылағаны белгісіз, жүзі мұңды көрінді. Қазіргі қыздар сол, түн ішінде сыра ішіп, көше кезіп. Тоқтаңыз, сіз мұны айтыңызшы. Қыз жолдың арғы бетіне өте қоямын деді ме, әлде қасақана машинаның алдына жүгіріп шықты ма? Ол сәл ойланып қалды да. Иә, ол біреуге телефон шалды, бірақ оңды жауап алмағандай көрінді. Демек, оның жігіт алдаған. Қазір жігіттерде мүлдем жауапкершілік жоқ. Иә, тарс ете қалған дыбыс естілді. Қарасақ, жолдың үстінде қыздың өлі денесі жатыр. Қаланың соңғы автобустарының бірі болса керек, асығыс кетіп бара жатты. Бірақ ол соқты ма, әлде басқа машина соқты ма, оны анық көрмедім. Нешінші автобус екені есіңізде ме? Автопаркке қайтарда автобустар номерлерін алып тастайды ғой. Автобустың түсін байқай алдыңыз ба? Ол сәл ойланып отырды да, жаңбыр жауып тұрған, күн бұлыңғыр, түсін есімде сақтай алмаппын. Бар көргеніңіз осы ма? Иә, осы кезде мен оның жүзінен бір түрлі қобалжуды байқадым. Іштей, қыздың өліміне бұл куәгердің де қатысы бар ма деп ойладым. Анық көрген нәрселерін де сырғақтап айтпай отыр. Тергеуші Хасен шылымын тұтатып болғанша екінші куәгер кірді. Көзілдірік киген, жүзі қуқыл, ұзынша шашы бар, қыз мінезді жұқалтаң жігіт екен. Тергеуші тағы да оған әлгі 2 сауалын қойды. Түн жаңбыр сіркіреп тұрды. Қыздың да жүзі сол түндей мұңды болатын. Ол жалғыз отырды. Жалғыздықтан қажыған шығар бәлкім. Өмірде өзіңнен жалғыз екеніңді сезіну. Тергеуші куәгердің сөзін бөліп, қыз жолға қалай шықты, соны айтыңызшы. Өте өкінішті. Сондай қайғылы жағдай қараудың өзі мүмкін емес еді. Жолдың үстінде оның қаны көл боп жатты. Көжілдеген автобус сондай әдемі қызды басқанда, нәзік жанның күтірлеген сүйегінің дыбысы құлағыма жетті. Жүрегім әлі сыздап отыр. Нақты әрі көңілге қонымды айғақ таба алмады ма? Тергеуші бұдан әрі сұрауды қойып, рахмет, келесі кірсін деді. Мен куәгерлердің әрбір сөзін өтір нүктесіне дейін қалт жібермей теріп отырмын. Бірақ маған қыз да емес, автобус та емес, куәгерлердің айғақтары секем алдыра бастады. Сонымен 3-ші куәгер де жетті.
Тергеуші әдепке 2 сұрағын қойды. Оқиға сағат 10:30-11-ге таяуда болды. Көпе көрнеу автобус қызды қағып өте шықты. Қала ішінде жүретін автобустар тоқтаған, бос қайтып бара жатқан. Автобус сол күйі тоқтамай зып берді. Ешкім көріп үлгерген жоқ. Қазір автопарктер өте жауапсыз. Мұны бұлай қалдыруға болмайды. Автобус шопыры және автопарк қожайыны тиісті жазасын алуы қажет. Бұл жерде қыздың ешқандай кінәсі жоқ. Жақсы, рахмет деп шолақ қайырды тергеуші. Куәгерлер қызды ақтап, автобусты даттай жауап беруде. Автобустың нөмірін айтқан бірі жоқ. Әлде жасырып отыр ма? 4-ші куәгер әлгі үшеуінен гөрі ересек екен. Тергеушінің әдепке 2 сұрағына ол асықпай ойланып, баппен жауап берді. Біз ұжымымызбен көңіл көтеріп отырдық. Сырахана деген біреу келіп, біреу кетіп сапырылысып жатқан жер. Көрген нәрсең есіңде қалмайды. Бір қарағанында көшеде бір қыздың өлі денесі жатты. Бірақ оны машинаға ақтым, әлде біреулер өлтіріп сол жерге тастап кетті ме? Әлде біз мүлде ойламаған оқиға болды ма, бейхабармын. Қысқасы, зер салып қарамаппын. Жол үстіндегі қызды көрген соң не істедіңіздер? Мен оқиға болғаннан кейін бірден үйге тартып отырдым. Себебі ұйықтайтын уақытым болып қалыпты. Ал қағылғандар не істегенін білмеймін. Сау болыңыз, сіздер боссыздар. Қажетті жағдай болса хабарласамыз деген тергеуші хабарласамызды сенімсіз айтты. Мен тергеушіде қылмысты нақты айғақтайтын дәлел бар болған соң олардан жеңіл ғана жауап алды деп бір ойладым. Куәгерлер кеткен соң тағы да шылымын тұтатқан тергеуші оларды қылмысқа қатысы жоқ және нақты айғақ болатын адамдар емес, әсершіл, қиялы біреулер деп келе кетті. Оқиға болған ауданнан ең соңғы қайтқан автобус автопарктен біліп, экспертиза жасауға және басқа да жолдарын қарастыруға болар еді. Бірақ тергеуші істі жапты да асығыс еңбек демалысын алып тайып тұрды.